Сәлем достар, сіздермен Let's Cook KZ арнасы бүгін балдыр көк, яғни сельдерей қосылған супер дәмді салат әзірлейміз. Видео қызық болса, оны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен еттен бастаймыз. 300 грамм тауық етін пакетке салып, екі жағында оқтаумен мінекей осылайша ұрғылап, оны жұқартып алуымыз керек. Етті жұқартып алдық достар, енді шанышқымен еттің екі жағында тесіп шығамыз. Ары қарай өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді сеуіп, олар жақсы сіңу үшін ысқылап жібереміз. Мен кішкене ғана тұздап, тауыққа арналған дәмдеуішті ғана қолдандым. Ал енді тауықты пергамент қағазына ораймыз. Және оны қызып тұрған табаға салып, үстінен мінекей осылай кішкене басыңқырап, орташа оттан сәл қатты отта әр жағын шамамен 4-5 минуттай қуырып аламыз. Отта 5 минуттан артық ұстамағандарыңыз абзал. Осымен тауық дайын достар, өте тез және оңай дайындалады. Енді осыны видеода көрсетілгендей турауымыз керек. Мінекей достар, қараңыздаршы, ет өте жұмсақ және сочный болып шықты. Келесі кезекте жуылған балдыр көктің сыртын мінекей осылайша видеода көрсетілгендей тазалап аламыз. Мынандай тым жуан жерін мен салатқа қоспаймын достар, ал қалғанын мінекей осылайша жіңішке етіп тураймыз. Сонымен қатар бұл салатқа жасыл алма керек. Оны тазалап алғаннан кейін өздеріңізге қалай ыңғайлы болса, солай турап аласыздар. Мен салат әдемі болу үшін алманы 3 бұрыш етіп турағанды жөн көрдім. Болды достар, салат жинап бастаймыз. Ыдысқа барлық туралған өнімдерді салып, майонез немесе тәтті емес йогурт қосып араластырамыз. Айтпақшы достар, бұл салатқа тұз қоспаймыз. Осымен салатта, енді мен шын айтсам, бұл салат осыншалық дәмді болады деп күтпедім. Өте керемет салат. Енді бұл менің ең сүйікті салатым. Міндетті түрде дайындап көріңіздер достар, еш өкінбейсіздер. Ал рецепт үшін лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар достарыңызбен, құрбыларыңызбен де міндетті түрде бөлісіңіздер. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.